құрметті оқушылар, ұстаздар, әр сәрсенбінің сәтті күні мемлекеттік тілді насихаттау, өрісін кеңейту мақсатында іс-шараларымыз өткізіліп жатыр. Соның бір жалғасы ретінде бүгін тіл ұлттың жаны тақырыбында ой талқы алаңына қош келдіңіздер. Біздің отанымыз Қазақстан, Қазақстан Республикасының елтаңбасы, әнұраны, туы, төл теңгесі және мемлекеттік тілі бар. Мемлекеттік тіл әрине қазақ тілі. Сондықтан мемлекеттік тілдің өрісін кеңейту, мемлекеттік тілді құрметтеу, насихаттау бүгінгі ұрпақ сіздердің міндеттеріңіз, парыздарыңыз. Осы мақсатта бүгін ой талқы алаңы форматында өткізгелі жатырмыз. 10-шы Ә және 11-ші Ғ сыныбымен. Құрметті қатысушылар, ой талқының шартын сіздер жақсы білесіздер. Ой талқы ол пікір талас емес, ол ойды талқыға салу, ортақ шешімге келу мақсатымыз және міндетіміз. Сондықтан ортаға ой талқыға тасталып отырған тақырып тіл ұлттың жаны. Мемлекеттік тілді қалай дамытуға болады? Осы бойынша бағдарлама немесе жоспар ұсынсаңыздар болады. Бір-бірімізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Әр спикердің ойы құнды және ой талқыны сараптап отырған сарапшылар, сіздерде егер тақырып ой қызықты болса, алдарыңызда отырған белгіні көтеріп бағалап отырсаңыздар болады. Кез келгенін көтерсеңіз, онда осы ой бізге ұтымды деген мағынаны мәнді береді. Ал енді құрметті қатысушылар, сәттілік тілеймін. Қадыр Мырзалы, ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп айтқан. Демек сіздер өз тілдеріңізді құрметтеп, мемлекеттік тілге байланысты жақсы бір бағдарлама ұсынасыздар деген ойдамын. Сонымен бірінші топ 10-шы Ә сыныбы, екінші топ 11-ші Ғ сыныбы. 10-шы Ә сыныбы спикерлерге сөз береміз. Бармыстар көрермендер, қатысушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз тіл тағдыры, ел тағдыры. Ендігі қазіргі ең ауқымды тақырыптардың бірі деп санаймыз. Бәріне мәлім, шындық ашық болғанымен қазақ тілін, өз ана тілін білетін жастардың саны, қазақ азаматтардың саны күннен күнге ұлғаюда. Және бұл ұлы қазақтардың оянатын нағыз сәті туды деп ойлаймыз. Ендігі біздің осы тақырыпты бастамас бұрын кішігірім тарихымызға шолу жасап кетейік. Қазіргі екінші спикерім Арғынтай жалғастырады. Осы 1934 жылы Кельмен жеріне бастаған қазақ хандығы өзінің жалғасын қазіргі күнге дейін алып келе жатыр. Және де 1997 жылы қазақ тілі туралы толыққанды заң шығарылған болатын. Бірақ осыны кеңінен қарастырса, Қазақстан Республикасының Конституциясының 5-ші бабында Қазақстанда қазақ тіліне және орыс тілін 50-50%, яғни теңбе-тең сөйлеу туралы айтылған болатын. Бірақ та біз оны дұрыс деп санамаймыз, себебі әр Қазақстанның әр қазақ азаматы өзінің ана тілін жақсы білу керек деп санаймыз. Және де Қазақстан туралы Википедия немесе басқа да интернет көздеріне шолансақ, ол жерде Қазақстанның ресми тілі орыс тілде жазылған. Бұл да бізде түрлі сұрақтарға келтіреді. Сондықтан да осы тараптарды қайтадан қарастыруға ұсыныс тапсырамыз деп айтуға болады. Екіншіден, осы қазақ тілінің ең басты дамытудың орнына қазір біз қазақ жастары, қазақ азаматтары соны керісінше жоғалтып, ұмытып бара жатқан секілдіміз. Соның бірінші себебі ол сол мемлекеттік қызметкерлерден басын алды деп ойлаймыз. Мысалы, оған бір қазақ шалынса, 1000 қазақ шалынады деген жерге келтіруге болады. Егер де көбінде түрлі интернет желілерден немесе жаңалықтардан мемлекеттік қызметкерлердің қазақ тілінің акцентімен немесе орыс тілін сөйлеп қазақ тілін жетік білмегендіктен соны көріп отырған басқа халықтар да соған байланып қалады да, ары қарай соны алып жалғасып, өздері де қазақ тілін ұмытып бара жатыр деген ойдамыз. Ал енді келесі басқа себептерді келесі спикер жалғастырады. Екінші кезекте бұл қазіргі кейбір балабақшаларға бағдарлама. Қазір кейбір балабақшаларда орысша бағдарламалар ұсынылып жатыр. Және балалар өз ара не ағылшынша және орысша сөйлегендіктен өз ана тілінде кішкене қиналады. Бұл осы мәселенің бастауы осы балабақша бағдарламалардан басталып алады.
Біз не нәрсеге қарсымыз? Біз осы балабақшаларда орысша бағдарламаның болуына қарсымыз, себебі баланың ең бірінші кезекте өзінің ана тілін тұруы қажет. Және қазір кейбір ата-аналар балалар білімді болғанын қалап, кішкентай сәби кезінен бастап түрлі қосымшаларға, неше түрлі шет тілдерді үйретіп жатыр. Бұл дұрыс емес. Негізі себебі бала бұл әлі кішкентай кезінен бастап оның әлі ойы қалыптаспаған және ол әлі өз ана тілін кетіп білмейді. Сондықтан бұның қажеті жоқ деп ойлаймыз. Және де бұл және үшінші мәселе бұл қазіргі таңда ғаламтор желілерге орысша контенттің көп болуы және қазақша контенттің жетіспеуі, себебі қазір тіпті балалардың YouTube көретін мультфильмдердің өзі орысша не ағылшын тілде болады. Сондықтан осы жерде және отбасы мәселесі де басталады. Ата-аналар көп өзі балаларына көп қажетті көңілді бөлмей, балалардың жыламасы үшін, тыныш отыру үшін YouTube желісінен түрлі видеолар қосып береді. Және осылай бала кішкентай кезінен бастап басқа тілде сөйлеп, өз ана тілін ұмытады. Және өсе келе кейбір ата-аналар өздері қазақша дұрыс түсінбегендіктен, өздері дұрыс білмегендіктен балаларын орыс сыныптарына, орыс мектептеріне береді. Сөйтіп олар өз ана тілін ұмыта бастайды. Не өз ұлтын, не өз тілін білмейтін адамнан қандай туа шыққан. Әрбір азамат өзінің тұрып жатқан мемлекетінің тілін білу керек. Бірақ өкінішке орай біз қазақ халқы тек біз ақкөңіл халықпыз, сондықтан білімді болғымыз келеді. Орыстармен өздерінің тілдерінде сөйлейміз деп, орыс тілін жетік білуге, жетік сөйлеуге ұмтылдық. Бірақ неге орыс халқы біздің тілімізді оқуға тырыспайды? Менің ойымша, олардың ойынша қазақ тілі маңызды емес, және оларға өмірде болашақта керек емес деп санайды деп ойлаймын. Егер біздің тіліміз жоғалып кетсе, ертең Қазақстан жойылып кетеді, тілі өлген ел, тірі өлген ел деп айтады. Сондықтан да біз өзіміздің тілімізді насихаттауымыз керек және елімізді сақтап қалуымыз керек. Енді жаңағы барлық мәселелерді айтып кеттік. Енді шешу жолдарын айтып кететін болсақ, біздің екінші спикеріміз айтып кеткендей, қазақ контенттің аз болуы. Бұның шешу жолы қалай деп ойлаймын. Бұл идея заман талабына сай әрі біздің іске асырылатын идеямыз деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда программистердің саны күннен күнге артуда. Және біздің ойымша қандай да бір желіні толықтай қазақша қылып шығарып, жаңағы балаларға соның ішінде ертегілер, мультфильмдер, фильмдерді толықтай қазақша ғана көретіндей қылып. Екінші мәселе шешу жолы жаңағы ата-ананың бақылауы, ата мен баланың арасындағы қарым-қатынас. Яғни ата-ана өзінің баласына керекті уақытты бөліп арнап, өзінің ұлттық құндылығын бірінші орынға қоюды үйрету және оған дұрыс тәрбие беріп, дұрыс қадағалау, дұрыс сабағын үйрету деген сияқты. Үшінші мәселе ол қазіргі таңда көп американдық ресейлік жаргондар, қандай да бір сөздер бар. Мысалы айта кететін болсақ, краш, кринж, трэш деген сияқты жастар арасында көптеген пайдаланады. Енді оның тағы бір шешу жолы біздің ұсынысымыз өзіміздің сленгтерімізді ойластыру. Мысалы әрине, әлбетте, тамаша, керемет, тағы. Енді қорытындылай кететін болсақ, біздің тіл тақырыбы ол өте өзекті мәселе және тіліміздің жойылуы өте қорқыныштылық әкеледі. Өйткені біздің тіліміздің жойылуы ол біздің өкіметімізде жойылуымыз болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Тамаша, баға кетсеңіздер, жақсы. Мына бағдарламаны тағы да айта кетсеңіздер, сіздер айтқан дүниелер, сол әрқайсысына жеке-жеке бір екі сөйлемге тоқталып кетсеңіз. Не ұсынып жатырсыздар? Сонымен көптегенде мен жасабай сенен деген мағжаншыларға сөздері бар, және де қазақтардың өзінің рухты келтіретін тағы да басқандай сөздер жасалған. Мына жерде бізде балабақшада ерте бала өзі қалыптаспай тұрып, сол қарқада айтып кеткендей, балаларды орыс тіліне үйрету жайлы айтылған болатын. Ал мына жерде бізде сол мемлекеттік қызметкерлердегі адамдар көбінде қазақша емес, орысша акцентпен де сөйлейтін ағаларымыз, апаларымыз туралы айтады. және әлеуметтік желілерде. рахмет. Қашан рахмет. 11-ші ғасырда басталған шақырымыз. Бұл презентацияда біз тарихи шолуда ұлттық бірегейліктегі мемлекеттік тілдің рөлі, тілді дамытудағы қиындықтар мен шараларды қарастырамыз.
мемлекеттік тілдің мәселелері бірінші көптілділік жағдайында мемлекеттік тілді сақтау мемлекет алдында тұрған негізгі проблемалардың бірі болып табылады. Әрине, көп тіл білу өте жақсы, алайда өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметтеу қажет. Екінші, әлеуметтік теңсіздік. Мемлекеттік тілге қолжетімділіктің болмауы әлеуметтік теңсіздікке және халықтың белгілі бір топтарын алып тастауға әкелуі мүмкін. Ұлттық бірегейліктегі мемлекеттік тілдің рөлі. Мемлекеттік тіл ұлттық бірегейлікті қалыптастыруда, адамдарды біріктіруде және тарихи мұра мен мәдени құндылықтарды беруде маңызды рөл атқарады. Мемлекеттік тілге қатысты мәселелер мен сын-қатерлер, жойылу қаупі, мемлекеттік тілде сөйлейтіндердің санының азаюы және басқа тілдердің ықпалының артуы, оның жойылып кету қаупін тудырады. Қолдаудың болмауы, қаржыландырудың жеткіліксіздігі және саяси қолдау мемлекеттік тілдің дамуын танымал болуын шектейді. Мемлекеттік тілді дамыту және дәріптеу жөніндегі шаралар, білім, мемлекеттік тіл бойынша білім беру бағдарламалары мен курстар кеңейту, мемлекеттік тілге арналған мәдени шаралар мен фестивальдер ұйымдастыру. Тіл саясаты мемлекеттік тілді дамытуға және танымал етуге ықпал ететін тіл саясатын әзірлеу және іске асыру. Қоғамның қатысуы мемлекеттік тілді дамыту мен насихаттауға қоғамдық ұйымдар мен қоғамдастықтардың қолдауы мен қатысуы. Қорытынды мемлекеттік тіл ұлттық бірегейліктің негізгі құрамдас бөлігі, оны дамыту және сақтау үшін ерекше назар мен күш жігерді қажет етеді. Сіздер ойларыңыз қандай қуаттайсыздар ма? Жасы? Және 10-шы кластың спикерлерінің құлақтары болсын, болып кетсем. Біздің ата-бабаларымыз осы жер үшін өте көп тер төккен, қанын жайған. Бірақ СССР-ның кезінде 70 жыл бойы орыстар бізді билегендіктен бізді орыс тілі басым болып келеді. Қазақстан болғасын егемен ел, өз халық тілімізді құрметтеп сөйлесуіміз керек. Мысалы, қоғамдық орындарда және тағы басқаларда өз қазақ тілінде құрметтеу жоқ. Соларды ол ондайды болдырмас үшін біріншіден заңда қазақ тілін бірінші орынға қою керек деп ойлаймын. Екіншіден, тіл жастардан басталады және жастарды қазақ тіліне қызықтыру үшін оларға қазіргі таңда ағылшынша, орысша кинолар шығады, ал олардың аудармасы болмайды, немесе аудармасы сапасы өте жаман. Тағы да осындай мәселелер өте көп, соларды шешудің жолдары осылар. Мына бүкіл слайдты қыздармен қоса бірлесіп басшылығында осы аналар болған білімді және ұлтына қызмет ететін азамат еткен. Жасы, ал енді бағалап жіберейік, екінші топты сарапшылар егер келіссеңіздер, рахмет, көп рахмет. Жасы құрметті ой талқыға қатысушы оқушылар және ұстаздар, бүгінгі күні өте өзекті тақырып мемлекеттік тілдің аясын кеңейту, жастар арасында қолданысын кеңейту деген сияқты мәселелерді бүгін талқыладық. Жас буын біздің мемлекетіміздің болашағы, сіздер осындай ұсыныс жасап жатқандарыңыз біздің көңілімізді қуантады. Болашақ сіздердің қолдарыңызда. Осы аталған бағдарлама міне ортақ шешімге келіп, бір-бірлеріңізді қуаттап жатқандарыңыздың өзі осының барлығы бүгінгі қоғамға қажетті деп керекті дүние деп есептейміз. Және әлеуметтік желілер болсын, сленг жаргондар болсын және мемлекеттік қызметшілердің тарапынан да оң көзқараста болса екен деген үміттеміз. Рахмет сіздерге қатысушылар. Енді құрметті сарапшылар, бір ауыз тілектеріңіз болса, осы екі топқа қатысты және марапаттау сіздерге Мен 10-шы сынып оқушылары мен 11-ші сынып оқушылары бүгінгі міне өте бір сондай өзекті мәселе, периодтың жаны деген орталық алаңына шақырып отыра келістік. Рахмет шақырғандарыңызға. Сіздер де болашақ жастардың қолында ғой. Сол себепті сіздер өз ұлтының патриоты болады дегенге сенімдімін және болашаққа жақсылықпен қараймыз. Енді тіл ұлттың жаны ой талқылауына белсене қатысып, мемлекеттік тілді дамыту бойынша үздік бағдарлама ұсынған үшін 10-шы сыныбы марапатталады.
жаңа сіздер айттыңыздар ғой бағдарлама бастауыштан балабақшадан деп. Міне сол бағдарламаларыңызды мен де қолдаймын. Пилоттың жаңалықтар қоғамда белсене қатысып, мемлекеттік тілді дамыту бойынша үздік бағдарлама ұсынған үшін оның бірінші сыныбы кеше сөйлеуге кетесіздер, рахмет. Құрметті оқушылар, енді жүректен жүрекке тіл, ол жанымызда, жүрегімізде, ендеше мен сіздерге мынандай тілеймін, өз ұлтыңыздың мақтанышы болыңыз, тіл жанашыры болыңыз, және тілдің елдің дамуына үлес қосады деп сенемін. Сіздер Қазақстанның дамуына үлес қосыңыз, және толық адам болыңыз, абай айтпақшы. Рахмет, өз мамандығыңыздың нағыз иесі болыңыз. Көп рахмет қатысушылар.